Ал қыздар, менде мына жерде так 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 жолақ болды. 8 жолақ, яғни 16 қатар. Енді мына жақта қараңыздар. Мына осы неге дейін, ортаға дейін. Ортаға дейін 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 ілмек болды. Енді мен соңғы рет қысқартам болды. Бұл кішкентай размер. Бұл жерде даже 10 емес, 9 жолақ болады екен. Так, мына соңғы рет мен мынаны қысқарттым. Енді мына арт жағынан да, теріс жағынан да осылай қысқарттым. Болды, екі жағына менде 11-11-ден 22 петля қалды. Ортасында 10, сонда бары жоғы 32 петля қалыпты резинкаға. Мына пинеткеден мына жердегі резинкасына. Енді мына не алдық қой, қысқартып алдық. Енді соңына дейін тоқимыз. Ой, мынаны ілес аттым. Соңына дейін тоқимыз, аяғына дейін. Екі жағында да, мына жағында да, мына жағында да 11-11-ден болды. Бұлай емес, бұлай мына артқы стенкасынан алған дұрысты. Тесік, үлкен тесік болмайды. Мына жерде сәл тартын қараймыз, арасында тесік болып кетпес үшін. Соңына дейін тоқимыз. Бұл пинеткамыздың оң жағы. Мына, менің оң жағымда жібім бар. Енді теріс жағын бірыңғай оңмен тоқып шығамыз. Осы кәдімгі порисункуда өзіміз қалай тоқып жатырмыз, солай. Қазір енді мына шнурокты кигізетін тесіктер жасаймыз. Оң жақ бетінен. Ол да қиын емес, өте оңай. Москва не сразу строилась дейді. Егерде жаңадан тоқып жатқан болсаңыздар, бәрі де тәжірибемен келеді. Қайтты уайымдамаңыздар, переживать етпеңіздер. Бәрін де үйренесіздер. Мен неше жыл, 40 жылдан бері тоқсам да, менде де қателер болады. Мен тағы өзімнің неме кетіп қаппын. Оң тоқитын соңында. Так, енді бітеміз. Екі ілмекті бірге қосып аламыз да, бір орам жасаймыз. Накид. Екеуін қосамыз да, бір орам. Осылай соңына дейін жасап шығамыз. Орам тұрған жер бізде шнурокты кигізетін не болады? Тесік болады. Ой, қатты алып қойыппын. Тығыз алып қойыппын. Осылай соңына дейін жүріп шығамыз. Неше штук мен санамайым. Кейде санайым, кейде екіншісінде дұрыс болмағанда санайым. Байынша қазір көреміз неше болады. Қыздар санамайым. Санағанда жек көрем дегенге ойламаңыздар, менде бәрі андай на глаз болады деп. Жоқ, санайым мен. Бірақ привычный қатармен санамайым да, хотя счетчик рядов дегенді алып алдым, бірақ ол маған ыңғайсыз болды. Мен осындай жолақтармен, сосын андағы жанындағы тұрған косичка, осылармен санайым қатарларды. Мысал үшін, бір өрім, тағы да соңында біреу алам. Мысал үшін, бір өрім, бір косичка, біреу. Екі қатар деген сөзмен солай санайым. Мына біреу, екі қатар, біреу, екі қатар. Өткені біреуін біз тоқимыз да, аяқ жағына келгенде, ал оң жағына келгенде тоқымаймыз ғой. Сонымен бір өріміміз екі қатар болды. Мына осылай бізде тесіктер пайда болды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 тесік пайда болыпты. Енді теріс жағында резинка жасаймыз. Енді резинканы 2-2 қыласыздар ма, 1-1 қыласыздар ма? Мен мысал үшін 1-1 қылдым да, порисунку болсын деп. Енді қараңыздар, мына жерде өзі біз бағана екеуін қосқан кезде оң қылып қостық, мына жағынан теріс болып тұр, иә? Енді солай тұра берсін. Рисункты бұзбай қойықты, мына орамды оң етіп тоқиық. Мынаны өзі бағана қосқан кезде оң жағынан қостық қой, екеуден біреу шығардық. Мына жаққа бізге теріс болып түсті, иә? Теріс қылып тоқи берейік. Нені
рисунокты бұзбай ақ қояқ. Осылай соңына дейін тоқимыз. Және бізде енді резинка көтеріледі. Енді резинканы неше қатар көтересіздер. Өздеріңіз білесіздер, мына қоныш қанша болсын десеңіз, сонша қоса бересіз. Мен мына қазір неше қатар, мынамен есептеймін, қараңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16. 16 қатар көтеріліппін мен. Осы 16 қатар көтеріліп болғаннан соң, мен сіздерге мынаны қалай әдемілеп, осындай эластичный етіп, созылатын етіп жабуға болады. Өзім жақында ғана неден тауып алғам. Бір орыс қыздардан маған ұнады. Мына шетінде ерек болады екен. Осыны сіздерге көрсетемін. Содан соң тек қана не қалады? Мынау шнурок қалады. Мынау үлкендеу көрдіңіздер ме? Мынау Alize Baby 5-та бұл жуандау болғасын, мынау үлкендеу. Мынау жаңа Bonita болғаннан кейін бұл мынандай кішірек. Мына бір жуан жіп болғаннан кейін үлкен. Көрдіңіздер ме? Жіпке де байланысты. Сосын сіздің қолыңызға байланысты. Сіздер маған қарағанда тығыз тоқисыздар ма? Енді менен тығыз тоқымайтын шығар. Маған қарағанда бос тоқисыздар ма? Бостау тоқсаңыздар, мыналарыңыз сіздердің үлкендеу болады. Мен негізі тығыздау тоқимын өзім. Жіптердің созылып, былжырап тұрған жақтырмаймын. Мынаны түсіндіңіздер ғой, иә? Былай қарай жүреміз. Осылай бір теріс қылып, сонда бізден мынандай резинка болады. Болды, осы резинкамен 16 қатар көтеріліп, осындай теріс жағына дейін келу керек. Оң жағына емес, теріс жағына. Яғни, оң жағын тоқып аласыздар да, теріс жағына келген кезде кездесеміз. Теріс жағынан жабамыз.